сәлем достар. Сүндетке отырғызудың пайдасы. Бала туылған сәтте оның шашының алынуы, бойындағы қанның жуып тазалануы және баланың жолдасынан шығарып алуы мұның барлығы да шариғаттың әмірі. Оның үстіне медицина міндетті деп белгіленген амалдар. Пайғамбарымыз бұл туралы бір ауыз сөзбен зиянкесті бойынан кетіріңдер деген. Ал енді сүндеттеудің медицина мамандары айтқан пайдаларына тоқтала кетейік. Жыныс мүшесінің қабынуының алдын алады. Зәр жолы тар болғандықтан мүшенің басын ұдайы ерекше тазалап отыру керек. Бұл балаға әдеуір қолайсыздық тудырады. Етегінде жыныс мүшесінің обыры сынды дертке де шалдығуы ықтимал. Мұны медицина мәліметтері де растайды. Мысалы, сүндеттелгендер арасында жыныс мүше обырының шалдығу қаупі 0%. Тіпті мүлдем жоқ. Алайда Қытай, Уганда және Пуэрто-Рико сияқты елдерде обыр ауруының 12-22% жыныс мүшесінің обыры үлеседі. Бұл зияндылығы жағынан өте жоғары көрсеткіш. Бұған қоса нәрестелердің де зәр жолының қабынуының 95% сүндеттелмеудің салдарынан орын алады. Ал сүндеттелген балалар арасында зәр жолы қабынуы көрсеткіші 5%-дан ғана төмен. Демек, бүйрек жұмысының бұзылуына, қанға және денеге зиянды бактерия таралуына соқтыратын басты себеп сүндеттелмеу екен. Екінші, жыныс жолы арқылы таралатын кеселдерді болдырмайды. Жыныс жолы арқылы таралатын көптеген аурулардың басым салмағы сүндеттелмеген адамдар жағында екенін зерттеу нәтижесі көрсеткен. Үшінші, әйелдің жатыр мойнын обырын қорғайды. Сүндеттелген жұптар арасында әйел жыныс мүшесінің обыры болмайтын көрінеді. Бұл мәліметтерді доктор Мұхаммед Әл-Бар өзінің Хитан атты кітабында жазады. Сүндеттеу адам денсаулығын сақтау маңызды профилактикасының бірі. Хадисте 4 амал пайғамбар сүннеті сүндеттеу, иіссу мен мисуак қолдану және некелесу деген. Бұл Ахмед және Тирмизи еңбектерінде кездесетін хадис. Бұл сүндетке отырғызудың бүгінгі ғылым дәлелденген пайдалары ғана, ал оның ашылмай жатқан сырлары қаншама. Алла бізді сүннетке сай амал етуді сүйікті құлдарынан қылсын.